Сәлем достар, сіздермен Пиксо және мен Дәулет. Бүгінгі біздің видео шолуымызда біз интернет-дүкен, яғни rbm.kz сайтын шолу жасайтын боламыз. Бұл сайтты біз rbm компаниясына жасап бергенбіз. Бұл компания металлопрокат, яғни түрлі құрылыс материалдарын сатумен айналысады. Қазір біз сайттың басты бетіндеміз. Басты бетінде шолу жасасақ, біз қазір шапкасын көріп тұрмыз сайттың. Бұл сайттың шапкасы екі қатардан тұрады, яғни бірінші қатар және екінші қатар. Бірінші қатарда қарайтын болсақ логотип тұрады компанияның, және шағын меню тұрады. Бұл меню арқылы біз қосымша статикалық ақпараттарды көре алатын боламыз, яғни текстовый ақпараттарды көре аламыз. Мысалы, доставка и оплатаны бассақ, біз сайтпен доставка и оплата бойынша ақпаратты аламыз. Справочникті бассақ, дәл сондай, қосымша осы товарлар бойынша, осы компания бойынша справочниктерді алып оқи аламыз. Және сол сияқты басты бетке қайта келіп, мысалы, контакты бөлім бассақ, біз бұл жерде сайт жайлы осы компанияның байланыс нөмірлерін, байланыс ақпараттарын көре аламыз. Экспресс-заявка, бұл жерде менюде тұрған батырманың бірі, және бұл жаңа бетке өтпейді. Бұл батырман басқан кезде осындай всплывающее окно дейді орысша, яғни шығатын терезе, қосымша терезе. Бұл терезе арқылы біз сайт қолданушылары экспресс-заявка тастай алады осы компанияға, яғни оларға жылдам уақытта қандай да бір құрылыс тауарлар керек болса, осы экспресс-заявка функциясын қолдана алады. Және келесі батырмалар ол вход, регистрация, яғни вход, регистрация батырмалары. Бұлар өздеріңіз білетіндей, яғни вход осы сайтта біз жеке кабинет деген функцияны қостық, яғни вход арқылы жеке кабинетке кіре алады. Ал регистрация арқылы осы жеке кабинетке кіру үшін тіркеле алады. Қазір мен вход жасап көрейін осы данныймен. Бұл жердегі мен админ ретінде кірдім, сол үшін менде қазір админ деп жазылып тұр. Тіркелген адам өзінің аты жөні қандай болса, солай шығады. Админ деп бассам, осы жерде менде уже личный кабинетімде шығамын, яғни жеке кабинетімде тұрамын. Бұл кабинеттерде мен өзімнің ақпараттарын өзгерте аламын, және парольді өзгерте аламын, құпия сөзді өзгерте аламын. Және болашақта осы ақпараттармен мен тапсырыс бергенде осы ақпараттарды бірден енгізіп отыратындай жасай аламын. Как қолданушы ретінде, пользователь ретінде. Выйти-ді басып, қайтадан шығып кете аламын. Бұл жақ түсінікті деп ойлаймын. Енді шапканың екінші қатарында бұл жерде навигация, яғни каталогтың каталог тұрады. Бұл жерде каталог, яғни бұл сайттың навигациясы сияқты товарлардың категориялары бірден ашылады. Бұл жердегі товарлардың категориясын біз қалай жасадық десеңіздер, біз бұны жаңағы мышканы үстіне апарған кезде бірден ашылатындай жасадық менюларды. Өйткені солай қолданушыға ыңғайлы. Өйткені әр қадам, әр қимыл ол адам үшін артық болмауы керек. Мысалы, үстіне барып басу міндетті емес, жай ғана мышканы мысалы сетка дегенге апарсақ, сетканың данныйлар шығатындай жасасақ, ол уже жақсы болып саналады. Мен осы сетка деген кірдік, сварная, мысалы, стальная сетка деген бассақ, біз уже товарлардың бетіне өтіп кете аламыз. Яғни бұл каталог. Каталогтан кейін іздеу бар. Іздеу, мысалы, мен сетка деп іздеп көрсем, бұл жерде біз уже сетка данныйлар шығатын, то есть сетка товарларын шығарып береді бізге сайт. Іздеу функциясы осылай жұмыс жасайды. Одан кейін номер, бұны басқан кезде бірден қоңырау шалуға болады, егер телефон арқылы кірсе адам. Және в корзине, бұл жерде біз корзинамыз. Корзинаның қазір біз товарларды, мысалы, салып көрсек болады. Мысалы, біз қазір сетка деп іздеп көрдік, бізге сетка товарларын шығарып берді. Бұл жерде біз узнать цену деген батырма бар. Бұл жерде біз номер қалдырсақ, бірден өтініш түседі почтасына, осы компанияның болмаса тағы да басқа CRM жүйелеріне түсіруге болады. Бұл жерде бұл компанияға почтасына түседі. Бұл жердегі ақпаратта номер мен email почтаны көрсетсе, және осы товар бойынша өтініш қалдырғанын ол компания білетін болады, rbm компаниясы. Сосын өтінішті қабылдап, оны обрабатывать етіп, клиентке қайта шығарады. Ал мына жерде сандары бар. Сан арқылы в корзинеге бассақ, егер 3 товарды бірден салғыларыңыз келсе, осы 3 немесе 4-5 деп таңдап в корзине бассаңыздар, сіздер бірден корзинаға саласыздар. Міне мен қазір в корзине деген кнопканы бастым, в корзину.
и ваш заказ успешно добавлен в корзину деп маған шығарып берді. Мен сатып алуды, яғни сауданы қайта жалғастыра аламын, болмаса заказды бірден оформить ете аламын. Оформить заказ деген бассақ, біз уже корзинаның ішіне кіреміз. Корзинада осы товардың бірнеше осы характеристикасы тұрады және бағасы тұрады бір штуктағы, және оның саны, количествосы тұрады. Мен бұл жерде қайттан өзгерте аламын. Өзгерткен сайын менде мына жерде итоговая сумма перерасчет болады, және мен оны өшіріп жібере аламын. Мысалы тағы да каталогқа кіріп, мысалы бір какой-то бір прокатқа кірейік. Мысалы және бұл жерде мысалы әр меню, әр категорияның деңгейіне бірден кіріп кетуге болады. Мысалы мен черный прокатты бассам, бірден черный прокаттың ішіндегі сайттың разделдерін ашып аламын. Трубный прокатты ашам. Ол жерде мысалы трубаның түрлері бар. Мына жерде мысалы труба электросварная. Осы жерде менде бүкіл электросварная трубалардың данныйлары тұратын болады. Сайтта пагинация міндетті түрде қарастырылған, яғни бетке бөлінген. Бетпен ашуға болады. Бір бетте шамамен 20-30 материалдар шығады. Бұл жердегі сурет қоймаған себебіміз әр товарға. Бұл жердегі товардың суреттері барлығында бірдей болғандықтан әр қайсына жеке сурет қойып, бірдей суреттер қою маңыздылығы жоқ болып саналды. Сол себепті біз бұл сайтта товарлардың жеке суреттерін тек қана оның жеке бетінде, страницасында қойдық. Мысалы мен қазір труба электросварная жеке страницасына өтетін болсам, бұл жерде сол товардың суреті тұрады. Бірнеше сурет салуға мүмкіншілік бар. Мына сайтта, мына товарда именно тек бір ғана сурет тұр қазір, өкінішке орай. Бұл жерде товардың труба электросварная товарының мысалы параметрлері тұрады, яғни цена за метр, длина, размеры, вес. Бұл жердегі параметрлерді, кез келген параметрді қосуға болады сайттың админкасында. Ол жағын мен өкінішке орай сіздерге көрсете алмаймын. Бірақ консультацияға жазылсаңыздар, консультация бойынша сізге пример көрсете аламын. Дәл бұл сайттың емес, жалпы біздің өзіміздің жасаған жұмыстарымыздың примерін көрсете аламын. Және бұл жерде сумма тұрады. Бұл жерде тағы да бірден корзинаға жасауға болады, және поделиться етуге болады. Telegram арқылы, болмаса ВКонтакте, Facebook арқылы, түрлі әлеуметтік желілер арқылы осылай біз осы товарды достарымызға жібере аламыз. Осындай товарды сатып алсаңыздар болады деген сияқты. Қосымша применение, доставка, оплата деген бөлімдер бар. Бұл жерде бұл бәрі админка арқылы салынады, бұл товарлардың данныйлары, және похожие товары. Похожие товары бір разделдегі товарларды көрсетеді. Мысалы мен қазір труба электросварная деген товарда тұрсам, енді осы жерде маған труба электросварнаяның басқа товарларын көрсетеді. То есть ұқсас товарларды көрсетеді. Мысалы мен қазір мынадан в корзину басайын, және продолжить покупку, тағы да екінші товардан салайын, одан салайын, мынадан бір 10 салайын, мысалы. И продолжить покупку. Мынадан 2 салайын. Оформить заказ бассам, бізде барлығы уже 10 товар салды, жаңа 2 товар салды, бәрі шығып тұр, және суммасы шығып тұр. Және корзинаның тағы бір ерекшелігі сохранить PDF деген функциясы бар. Бұл жерде сохранить PDF-ті басқан кезде бізге міне PDF файл жүктелді, көріп тұрғандарыңыздай. PDF файлды ашсақ, яғни не тапсырыс бергені, қанша штуктан адам қолданушы өзіне жүктеп алады, яғни итоговый суммасын жүктеп алады. Бұл как бы бір чек сияқты болып саналады. То есть сіз интернеттен шығарып аласыз да барлық суммасымен компанияға бірден барып жүгінсеңіз, осы қағазбен жүгінсеңіз де болады. Қосымша функция. Бұл өте ыңғайлы деп ойлаймын. Және келесі бөлімдерге өтетін болсақ, басты бетке қайта оралайық. Басты бетте слайдер бар. Жаңағы навигацияның тағы негізгі бетте тағы навигацияны қойғанбыз. Бұл тура мына каталогтағыдай навигация. Бірақ басты бетте бірден тауып алу үшін адамдарға ыңғайлы жасадық солай. Мына жерде слайдерде бұл жерде қосымша акциялар болса, қандай да бір жағымды бір ұсыныстар болса, қолданушыларға осы арқылы сурет арқылы қоюға болады, баннерлер ретінде. Мына жерде негізгі көп ізделінетін категориялар салынған. Профильные трубы басқан кезде именно профильные трубының ішіне кіріп кетеді қолданушы. Артқа қайттық. Келесі популярный товары. Бұл жерде яғни ең хит товарлар тұратын болады. Мысалы балкалар хит, мысалы бұл компания үшін. Труба электросварная, труба профильная, солай. Және келесі бөлім бұл басты бетінің почему мы, яғни неге біз таңдау керек ол компания. Бұл яғни лендингтің бір блоктарын алған тәрізді жасадық. Өйткені бәрібір
конкуренция бар бұл салада да, және неге бізді таңдау керек деген кезде біз клиенттерге осындай ответ жазуды жөн санадық. Одан кейін партнер, яғни бұл компанияның қандай партнерлары бар, яғни RBM компаниясының қандай партнерлары бар, соны жасап көрсеттік. Төменде футерде логотип тұрады, және қосымша ақпараттар тура жоғарғы шапкада тұрған сілтемелер де төменде тұрады, яғни доставка, авиаоплата, о компании, справочник, контакты, және бірден қосымша контактылардың негізгі контактылар тұрады. Экспресс-заявка тура жоғарыдағыдай батырма бұл да, және компанияның нақты атауы. Және мына жерде көріп тұрғандарда виджет тұрады. Бұл виджетте бірден қоңырауды алуға, яғни call to action жасауға ыңғайланып жасалған виджет, callback free деп аталады, яғни нөмір тасыса сізге бірден нөмір түседі. Осындай қосымша виджеттерді сайттарыңызға қоссаңыздар болады. Жалпы осындай сайт сізде де қаласаңыз, сізде осындай интернет дүкенімен жұмыс жасағыңыз келсе, Pixsoft компаниясына хабарлассаңыздар, байланысқа шықсаңыздар әбден болады. Ол үшін жай ғана осы видеоның төменгі жағында біздің сайтымыздың сілтемесі және Instagram парақшамыздың сілтемесі болады. Біздің Instagram парақшамызға жазылыңыздар, сайтымызға кіріп, номерімізді алып, хабарласып, немесе сол сайтымызда заявка тастасаңыздар болды. Біз сіздерге өзіміз хабарласып, бірден осындай жұмыстар бастап кете аламыз. Интернет дүкендеріміз біздің өте сапалы, өте жылдам жұмыс жасайды. Бастапқы SEO, оптимизация бәрін жасап береміз. Сізге осы ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер интернет дүкенін жасатуға ойыңызда бар болса, бізге хабарласыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.